ұстаз. Айт. Жаңағы фитна туралы айтып жатсыз ғой. Сол фитнаның келу себептерінің бірі амалдың аздығынан бола ма? Allah subhanahu wa ta'ala жалпы Құр'анда ма асабака мин хасанатин фамин Аллах ва ма асабака мин сайyiатин фамин нафсик. Қандай бір жақсылыққа жолығатын болсаң сен өзіңнен, Аллахтан, қандай бір жамандыққа жолығатын болсаң, ол өзіңнен болады дейді. Яғни көбінесе біз әдетте жамандыққа өзіміз себепші боламыз. Сол үшін қай бір жамандыққа жолығатын болсақ, ең сол жамандықты кеткізетін себептердің бірі Аллахқа қайту. Аллахқа тәубе қылу. Сол үшін Хасан Баср рахимахулла хаджаждың күндерінде ол кісіге шикаят қылып келінгенде Хасан Баср рахимахулла айтады: Аллах бол залымды бізге күнәміз себепті жүктеп қойды. Бол жүктен, бол жамандықтан құтылуымыз үшін Аллахқа қайтайық дейді. Тәубе қылайық. Амалыңды жай жеңілдет, жай сақалыңды ал, жамағатың таста. Түсінікті ме жоқ па? Істеп жатқан амалдарынан жай-жай құтылсаң бәрі жақсы болып кетеді деген жоқ. Кейбіреулер істеп жатқан сияқты. Ол ойлайды, осы істеп жатқан амалыммен бәлеге жолығып жатырмын деп ойлайды. Наби саллаллаху алейхи уассалам уақытында Наби саллаллаху алейхи уассалам кейбіреулерді жақсы амалға шақырса, олар не деп айтатын? Изанни вала тафтинни деп. Осы істемеуге маған рұқсат беріңізші, мені фитнаға кіргізбеңізші дейді. Аллах айтады: «Әла фил фитнати сақату» дейді. Олар сол амалды істеуден бас тартып фитнаға кірді олар дейді. Сен амалды тастауың фитнаға кіргенің болып есептеледі. Амалды істегенің емес. Амалды істеуде жалғасты болғаның фитнадан сәлемет шығуының белгісі ол. Түсінікті ме жоқ па? Амалды тастағаның ол фитнаға кіргенің ол. Ол жерде өзіңнің ақылың немесе өзіңнің кіші әлсіз ойыңменен амал қылма. Біз кеңдікте қалай шариғаттың шегімен жүрсек, тарлықта шариғаттың шегімен жүрейік. Кеңдікте алхамдулилля намазды бүйтіп оқу керек, рукуды бүйту керек, солай ма жоқ па? Амин деп айту керек, соның бәрін айтамыз да, азғандай тарлық болатын болса, фитна, бәрінен жуып, шайып тастау керек. Шешіне бастайсың жай-жай амалдарыңнан. Сонша жинаған амалың не үшін жинадың? Осы фитнаға жарамаса ол амал. Сол үшін ғалымдар айтады, бір адам жақсылықта жүріп, кенеттен бір жамандыққа кетіп қалатын болса, о Аллах залымдық қылып жатқан жоқ о жерде. Бұл адамның ішкі дүниесінде проблемасы бар екенінің белгісі. Сол сонша таудай істеген амалдары не рия үшін болуы мүмкін, немесе білімсіздіктен, немесе бидатпенен, немесе жасырын күнәлары бар оның. Аллахқа қасарысып жүрген. Аллах сондай фитнада, Алла сақтасын, қолдамай қояды сондай пендені. Илля жақсылықты әрекет қылып жүрген адамды Аллах фитна себепті иманына иман қосады өзі. Негізі сол. Сол үшін сахабалар біреуі тайды ма? Фитна себепті. Алхамдулилля. Сахабалардың біреуіне келіп тұрып, Меккенің бүткіл мүшриктері жиналып тұрып, айтады: сен осы жағдайда сенің орныңда Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам болуын қалайсың ба десе, менің бұл жағдайымда болу емес, Наби саллаллаху алейхи вассаламның денесіне бір тікен кіруіне разы емеспін дейді. Менің жағдайымда болу ояқта тұрсын. Омар радиаллаху анхуның уақытында сахабалардың біреуін кәпірлердің бір қолына түсіп қалған уақытта айтады: сені осы дінінен қайтпасаң, немесе менің дінімді қабылдамасаң, сені осы жанып тұрған оттың үстіндегі майға тастаймыз дейді. Сонда оны мәжбүрлеп, соны істетейін деп қазанға жақындағанда бағанағы сахаби жылайды. Одан бұрын бір-екі сахабиін тастайды майдың үстіне. Жаны пісіп кетеді. Оларды со нәрсе иманнан қайтармайды. Солардың үлкенін шақырып соны істейді. Азап соны қайтармақшы. Себебі мына үлкені қайтса артындағылар қайтатын саясат бұл. Түсіндің ме жоқ па? Қайтармақшы болады. Одан бұрын бір-екеулерін құртады. Қорқыту үшін мынаны. Содан кейін мынаны алып келіп өзін мәжбүрлеймін дейді.
отқа алып барып тастаймын дегенде жылайды бағанағы. Сонда алып келіңдер дейді, алып келіңдер. Мына қорыққан сияқты, қайтқан сияқты. Алып келіңдер. Алып келіп, не болды, қайттың ба десе, неге жоқ дейді. Неге жыладың десе, менің жылағаным, менің бір ғана жаным бар екен. Егер бірнеше жаным болғанда еді, осылай өлсем бірнеше реттен деп жыладым дейді. Бірнеше рет өлгенімде маған арман еді бол деп жыладым дейді. Бір ғана жаныммен құтылып қалатын болдым деп. Осы бір ғана жаным екен, бір рет майға түсетті, содан кейін менің бірнеше жаным болғанда, осы жерде осындай бірнешелер азапталғанымда мен үшін жақсы болған еді ғой дегенде, басыңды бір рет сүйінші дейді. Сөйтсе бір шартпен сүйесің дейді. Мыналардың барлығын босатасың сонда. Сонымен солардың бәрін босатады. Омардың алдына соларды алып келгенде Омар айтады, әрбір мұсылман мынаның басын сүю керек дейді. Түсінікті ме жоқ па? Фитнадан имандылықпенен құтылды. Өлсең де фитнаменен сәлеметте өлесің, тірі қалсаң да фитнаменен сәлеметтікте тірі қаласың. Түсінікті ме жоқ па? Сен ойлама шариғатқа қарсы іс істеумен фитнадан құтыламын деп. Жоқ, ондай нәрсе болмайды. Кімде кім осылай ойласа, төбедегі сахабалардың өміріне қарсы келген болады. Абу Бакрдың өміріне, Омардың өміріне, Османның, Саадтың, Талханың, Зубайрдың жолдарына, Абу Ханифаның, Шафидің, Маликтің, Ахмад бин Хамбалдың жолына қарсы келген болады. Өзіне баға бере берсін ар жағы. Біз емес сот. Түсінікті ме жоқ па? Біреулер айтады екен, бұл пәленшіден қорқады, түгеншіден қорқады деп. Жоқ, Аллахтан қорқамыз біз. Ар жағына өзі емтиханына өзі жауап береді. Аллах субханаху ва таала бір адамды, еш бір момынды емтиханға жолықтырмасын. Егер жолықтырса, Аллах емтиханын жеңіл қылсын оған. Түсінікті ме жоқ па? Сол ескерту. Еш қашан ойлама, сен фитнадан Аллахқа қарсы болған іспенен құтылып кетемін деп. Жоқ. Фитнадан адам берік иманды, берік болуменен ғана құтылады иншалла. Имансыздықпен сен кімнен құтылдың деп ойлайсың сонда? Неден құтылдым? Иманыңды жоғатып орнына не алдың? Не алдың орнына? Иманыңнан, амалыңнан ажыралып, орнына не қайтты саған, айтшы? Не қайтты саған? Саған қайтқан нәрсе жоғатқан иманыңның орнына жата ма? Ауыстырған нәрсең арзиды ма соған? Лайықты ма соған? Жарай ма соған? Жоғатқан нәрсең қандай қымбат нәрсе? Оның орнына алған нәрсең қанша теңге тұрады екен? Қанша дүние тұрады екен? Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін амал әрдайым момынды жақсылыққа алып барады. Дүниеде де, дінде де, ақыретте де. Ақыреттен бұрын қабірінде. Түсінікті ме жоқ па? Сол нәрсе біздің әрдайым ойымызда, есімізде болу керек.